NCOC компаниясы Атырау және Маңғыстау облыстарында әлеуметтік және инфрақұрылымдық нысандар салу жобаларын белсенді іске асыруда. Жақын арада Ақтау қаласында 3 ірі нысанды пайдалануға беру жоспарланып отыр. Ақтау қаласында 100 төсек орындық онкологиялық диспансердің құрылысы. Жаңа онкологиялық диспансер онкологиялық науқастарды ерте анықтау және емдеу үшін халыққа сапалы медициналық қызмет көрсетуге арналған. Бұл клиника заманауи құрал жабдықтарымен жабдықталады. Ақтау қаласында бокс орталығы спорт кешенінің құрылысы. Бокс орталығы кәсіби спортты жаттығуға, фитнес сауығуына, сондай-ақ спорттық және мәдени іс-шараларды өткізуге арналған. Жоба аясында спорт орталығы ғана емес, сондай-ақ 42 бөлмелі қонақ үй құрылысы қарастырылған. Ақтау қаласында мәдениет орталығы кешенінің құрылысы. Бұл Әбіш Кекілбаев атындағы облыстық тарихи өлкетану мұражайынан, Қабиболла Сыдиықов атындағы Маңғыстау облыстық кітапханасынан және Маңғыстау облысы мәдениет басқармасының әкімшілік ғимаратынан тұратын үлкен заманауи кешен. NCOC – Қазақстанның болашағы үшін тұрақты дамуға инвестициялар.